Сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы кеңестер бір арнасы. Оразада қалай тамақтану керек? Осы жайлы сіздермен бірге білетін боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мінекей, күллі мұсылманға қасиетті Рамазан айы келді. Айлардың сұлтанында ораза ұстаған жан ауызашар мен сәресі уақытында денсаулыққа зияны тигізбейтіндей дұрыс тамақтану тәсілін біле жүргені абзал. Ендеше оразада қандай тамақтан бас тарту керек, тағамның қай түрін көбірек қолдануға болатынын білетін боламыз. Ауыз ашуды құрмамен бастаңыз. Рамазан айында ауызашарға немесе сәресеге ас дайындау кезінде ең алдымен жаңа піскен өнімдерді ғана пайдаланамыз. Мәселен, жеміс-жидек, көкөністер таңдаған кезде осыны ескеріңіз. Құрма мен суды ауыз ашқанда пайдаланудың және бір пайдасы. Тағы тамақ жеуден бұрын адамға өзінің ағзасында қосымша тамаққа деген сұраныстың бар не жоғын анықтауына мүмкіндік туады. Ислам әлемінде құрманың орны ерекше. Құран аятында құрма палмасы бірнеше рет аталған. Әрі 15 жерде құрманың Алла тағала тарапынан адамзатқа берілген сый екендігі айтылады. Алла елшісі құрма мен сүтті адам үшін ең жақсы тағам деп санаған. Сондай-ақ дәрігерлер жүрек ауруларының емі ретінде құрманы көбірек пайдалануға кеңес береді. Суды көбірек ішіңіз. Ауыз ашқан соң суды көбірек ішу керек. Алайда суды тамақтанып болған соң ішкен абзал. Тамақты да асықпай, аз-аздан жеңіз. Сәресі уақытына дейін бірнеше стакан су ішуге тырысыңыз. Егер су ішуді ұнатпасаңыз, айран, қантсыз компот, өсімдік шайлары, минералды су секілді сұйықтықтар ішіңіз. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып жіберіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.